Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен манттың рецептісімен бөлісетін боламыз. Қамырына ұн, бір жұмыртқа, су және де шым-шым тұз қажет. Салмасы қалауынша жуаны блендерден өткізіп аламыз. Және оны фаршымыздың үстіне қосып аламыз. Дәл осылай асқабағымызды бөліктерге бөліп, блендерден өткіземіз. Оны да фаршымыздың үстіне қосамыз. Және манағы иленген қамырымызды жақсылап оқтаумен жайып аламыз. Ол жұп-жұқа қамыр болып шығуы тиіс. Және жайылған қамырымызды төрт бұрышты етіп, бөліктерге бөліп аламыз. Және соның бөліктердің үстіне салмамызды салып, жақсылап түйіп аламыз. Мандылар осылай шығуы тиіс. Біздің манты дайын. Ас болсын. Сіздермен болған Дилназ.